Сәлем, құрметті ойын сүйер қауым, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Және де біз бүгін өзіміздің Last Day on Earth ойынын жалғастыра бастаймыз. Кішкене мен өз үйімді обустраивать еттім. Ортаға костер дайын болыпты. Мұнда шөп, тері, так, мұнда ағаштар, тастар тұрады. Мұнда металға байланысты барлық нәрсе болады. Ал мұнда мастерской болады. Мастерской дегенде не көріп тұрсаңыз, плотницкий стол, мынау ағашты дайындайды, мынау тасты дайындайды, мынау швейный стол, түсінген шығарсыздар. Так, осылай. Бүгін біз алдыңғы серияда айттым ғой мен, бункер альфаға барамыз. Біріншіден біз бір локацияға барайық. Локация. Так, ағаш локациясына барайық. Так. Ағаш локациясына. Так. Жүгірек. 7 секунд жүгіреткен. 5, 4, 3, 2, 1. Мынау ең оңай локация ойындағы. Так, спустя годы после пандемии вирус дейді. Вируске антивирус. Иммунитет бар екен адамда. Так, міне локацияға кірдік. Жайлап зомбиларды өлтіріп бастайық. Бірінші зомбиларды өлтіріп. Выживший. Арасында мындай локацияда выживший лагает. Мынау кәдімгідей ойыншы емес, бот пока что. Пока что бот. Так, удалить. Пока что бот мына ішіндегі. Кеше айттым ғой, сіздерге обновление болған шығар деп, бірақ болмаған сияқты. Әлі тексеріп қарадым өзімнің жеке ойын парақшамнан. Шықпаған екен. Бензобакты таба алмадым ойыннан. Так. Бәрін тазалап шығайық зомбидан. Міне, зомбидің әртүрлі түрі болады екен мына ойында. Бегунда жүгірмектік, жүгірмекте 80 өмір болады, ал кәдімгідей қарапайым зомбида 40 өмір болады. Міне көрсіздер. Так, мынандай, не істеп кеттім мен. Тұрадыр, өл. Так, мынаны бәрін тазалап шығайық, содан кейін ящиктерді қарармыз. Бегундар қатты жүгіреді, жүгірмектер. Так, бәрін өлтіріп шығайық. Қазір мен паузаға қояйын. Бәрін өлтіріп шығайын, содан кейін жалғастырамыз. Так, мен соңғы зомбида өлтіріп біткен сияқтымыз. Жіп, бәрін жинау керек мына ойында, бәрі керек болады болашақта. Так что бәрін жинай беріңдер, ойнасаңыздар осы ойынды. Так, енді қарап бастайық. Ішінен керек заттар, ең керек заттар міне. Мына пока что керек емес микросхема. Так, бәрін тексеріп шығайық. Мына ящикте де в основном тек тамақ, запчасти шығады, міне микросхема. Осындай заттар шығады. Осындай подшипникті жинай керек. Так. Үшінші сумканы қарайық. Так. Мынаған орын қалмады ма не? Тұратыр. Мәсаған. Неге ауыстыруға болады екен? Так.
ауыстыруға болады. Пока что тұра тұрмын. Алып алайық. Мынау керек нәрсе, ең керек нәрсе. Альфа бункері қойғанда керек болатын нәрсенің бірі. Мынаны жинап алайық. Әлейін өлтірек. Енді жайлап бәрін жинап болайын. Содан кейін үйге қайтып альфа бункеріне аттанамыз. Мінекей достар, тағы да жалғастырамыз. Бәрін жинап болған сияқтымын. Енді үйге аттанып альфа бункеріне барамыз. Жүгірейік. Үйге біз 2 ағаш, полный стак, бір полный стак тас, дөңгелек, подшипник, шуруп, карта доступа алып алдық. Карта доступа мында альфа бункеріне керек. Так, кірейік, бәрін тастап, альфа бункеріне жөнелейік. Так, ойын қатық болған секілді. Бірақ шешкен сияқтымын. Не болғанын? Так, бәрін тастап, альфа бункеріне жөнелейік. Так, бәрін тастайық. Мынаны жіпті, мынаны бәрін тастап жіберейік. Мен жалпы өзім зомбиге байланысты ойындарды өзім жақсы көремін. Ходячий мертвецы дейтін, мен білесіз өз кино, сериал, короче. Сол сериалды өте ұнатамын. Так, шешінсек. Мынаны шешік. Керек болмайды мұнан бәрі. Так, үстіндегі жоқ, мынаны шешіп беру керек. Бәрін тастап кету керек. Әйтпесе заттар сыймай қалады. Мынаның ішіне бәрін әкеле алмайсың мұнда. Толық бәрін лақтырып кетейік. Так, кеттік енді. Мынаны да тастап кетейік. Қазір неге тастап атты деп ойлап отқан шығарсыздар, бірақ көрсетемін сіздерге. Так, кеттік. Так, кеттік альфа бункеріне. Жүгірейік. Міне алдағы уақытта мына чөптерді жасап алу керек. Бұйырса разработчиктер обновление жасау керек мына ойынды. Ал қазіргі версиясында оны толығырақ жинау мүмкін емес. Бәрін жинай аласың, бірақ бензобак керек. Бензобакты еш жерден таба алмайсың, тек көрші үйлерде болады. Келесі серияларда мүмкін қазірде барып қалармыз. Қазіргі сериясында көрші үйлерге баруымыз мүмкін. Так, альфа бункерге кіреміз. Альфа бункердің алдында, альфа бункерге келердің алдында ештеңе алып білмей қойыңыз. Мұнда көріпсіздер ғой. Кілт керек ме? Кілт керек дейді. Кілт керек. Мына зомбиде, өліп атқан зомбиде сол кілт жатады. Так что ештеңе алып білмесеңдер де болады. Мінекей, кіреміз альфа бункеріне. Ашайық, открыть. Альфа бункер осындай құттай нәрсе. Обновлениесінде пока что мұнда код жоқ. Мына бункерге кілт жоқ. Мінекей, разработчиктер өздері жазып жіберуде мүмкін пароль. Мынау құттайды, бункер құттай, бірақ келесі версиясында подвал шығады екен мына бункердің. Так что күтеміз. Так, бәрін алайық. Бәрін жинап аламыз бүйтіп.
өзім так не шықты бізде урон 17, скорость атаки 1-6. Так не көрсетер ғой, жасылмен белгіленген бункердің подвалдың несі. Так, мыналар керек емес бізге пока что. Тастап кетуіңіз де болады, егер сыймай қалып жатса, өзіңіздің қалтаңызға сыймай жатса, сөмкеңізге тастап кетуіңізге болады. Ол ешқайда кетпейді, мына заттардың бәрі өз орнында қалады. Так что қиналмасаңыздар да болады. Мына заттарды тастап кетейін. Мынаны алып кетеміз. Так, мыналарды тапсайық. Пока что керек емес мына заттар. Егер де керек болса алып кетерміз. Енді 2 ящик қалды. Жалпы өзім айтарым сіздерге, ең басында үй салып, сразу мұнда келуге болады. Сразу мұнда келіп, заттарды алып, сразу дамуға да болады. Мен кеше бір бөлек бөлімді үй салуға арнадым. Қысқа серия болса да сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнады деп сенемін. Ары қарай жалғастыруға жалғастырайын ба, жалғастырмайын ба, сіздер комментария жазып жіберерсіздер. Так, кеттік, бәрін жинап алған сияқтымыз. Жақсы заттар шықты мұнан. Үйренелейміз. Показать. Арасына мынандай заттар да шығады. Самолетпен лақтырып кетеді, немесе самолеттің өзі жерге құлап түседі. Соны берілген уақытта жинап үлгеру керек. Уақыты кетіп қалса, самолетте кетіп қалады, заттарды кетіп қалады. Так что сразу үлгеру керек. Так, мында не бар екен? Гуманитарный груз 17.03, 25 градус дейді. Жалпы Қазақстанда соңғы кездері жаман ыстық соғып кетті, байқадыңыздар ма? Байқадыңыздар деп қоямын. Бәрі де байқаған шығар. Оппа, бе 40 градусқа дейін жетті. Мысалы біздің Атырау жақта. Өзім Атырауда тұрайын, айтып кетейін. Атырауда тұрамын. Ой, дала қатпа. Өзім Атырауда тұрамын. Атырау жаман ыстық болды бізде бар ғой. Прямо жаман ыстық болды. Так, жіп пока что керек емес бізге, жіпті артынан да тауып алармыз. Жалпы дұрыс болмады мен оның бәрін алып келгеніме, бірақ керек заттарды алып кетермін. Мачете. Мынаның орнына. Как раз. Так, мачетені алайық. Пистолетті құртқым кетіп қалған жоқ. Пистолетті өте қиын крафтить ету. Пока крафтта жоқ нәрсе ол. Так, мынаны қайда салып алсақ болады? Так, мынаның орнына қоя салайық. Өте көп нәрсе өзі. Ал тас бізге вообще керек емес, істеп аламыз да өзіміз. Так, мынадан алдық па заттарды? Алған екенбіз. Енді зыттық мынадан өлмей тұрғанда қыздайық. Так, біздің Атырау жақта айтқандай жалғастырайық сөзімізді. Өте қатты ыстық болды, 40 градусқа дейін. Даже жұмыртқаны сковородкамен пісіріп жүрдік. Өте қатты ыстық. Шымкентте де сондай ыстық болған сияқты.
жаман ыстық. Бұл Қызылордада тоже 60-70 градусқа жетті дей ма, бірдеңе дейді. Так, үйге жөнелейік. 60-70 градус дей ма бір видеода. Бір видео көріп едім ютубта. Өртеніп атты машина кәдімгідей. Таңға құлаған соң. Так, кірейік. Так что абай болыңыздар. Ыстық күні далаға шықпай үйде отырыңыздар. Конденсатты қосып қойып. Мында кірейік. Не алып келдік біз? 3 бинт. Так, бинттер қайда? Бинт. Манау. Резинка. Так, тағы да не жасап жіберейік. Ресурстар жетсе. Так, ресурс жоқ екен. Мында тастайық. Мынаны мында. Мынаны мында. Яқпсек бәрін яйшіктермен. Құрметті көрермендер, байқасаңыздар, мен кейбір кездері кейбір уақыттарда үндемей қалатын уақыттарым бар. Бірінші рет айтқандай, мен көп әңгімешіл адам емеспін. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Менде екінші сериалы пока ешкім подписчик жоқ шығар, бірақ жазылып алдағы уақытқа айтып қоярмын. Қазір менде ешкім подписчигі жоқ. Жиналғаннан кейін сіздерден жазылған адамдардан кешірім сұраймын. Өзімнің әңгімешіл адам емес екеніме. Так, бүгінге болғанда сияқты. Серия соңына жеткен сияқты. Альфа бункеріне барып келдік. Көптеген заттар алып, 2 пистолет, дөңгелек, мотоциклге, мана не бар ғой, қазір көрсетейін сіздерге. Өте пайдалы нәрсе алып келдік міне. Выхлопная труба чоппера. Чоппер деген транспорт. Чопперді пока что айтқандай толығырақ жинауға болмайды, мүмкіндік жоқ. Разработчиктер новый версиясын шығарғаннан кейін толығырақ жинап, айдап, тезірек жүруге болады локациялармен. Міне, пока что мынада бензобак жетіспейді. Так, достар, бір проблема болып қалды, соны шешіп жалғастырып аттым. Өзім қоштасуым жазылмай қалды. Ұзын сөздің қысқасы, достар. Көп сөз, боқ сөз дегендей, сіздермен бүгінше қоштасамын. Келесі серия бұйырса болады, иншалла. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Марио. Қош, сау болыңыздар.